Сәлеметсіздер ме, сіздермен Заңғарағай. Бұл видеода 7-ші сынып алгебра мектеп баспасы 31-де 5-ші есептің шығарылу жолын көрсететін болам. Өзіміз өтіп жатқан мысалы а-ның квадраты минус b-ның квадраты тең а минус b а плюс b формуласын қолданып мына берілген тапсырмаларды орындауымыз керек. Яғни мына жерде 13-тің квадратын 169 деп жазып, 9-дың квадратын 81 деп жазып, 169-дан 81-ді азайтпаймыз, біз формуланы қолдануымыз тиіс. Мүмкін солай тиімдірек. Яғни 13-тің бұл жерде 13 пен 9 мына жердегі а мен b-ның рөлінде болып тұр ғой, сондықтан сонда 13 азайтылған 9 бір жақша келесі жақша 13 қосылған 9 деп жазылады. 13-тен 9-ды азайтатын болсақ 4 көбейтілген, 13-ке 9-ды қосатын болсақ 22 болайын деп тұр ма? 22 болайын деп тұр. Сонда 4 жерде 2 8, 88. Осылай орындаймыз. 20 азайтылған 19, сосын 20 қосылған 19. 20-дан 19 азайтатын болсақ 1 шығады. 20-ға 19-ды қосатын болсақ 39 шығады. Сонда демек 39 шығады жауабы. 20-ның 19-ның квадратын есептеп жүрудің қажеті жоқ. Сонда формуланы қолданғанымыз ыңғайлы секілді. Келесі мысалы 2,2 азайтылған 2,8, 2,2 қосылған 2,8. 2,2-ден 2,8 азайтсақ, бізде минус 0,6 шығайын деп тұр ғой. Ал 2,2, 2,8-ді қосатын болсақ, бізде шығайын деп тұр 5 деген сан. Ал 0,10-нан 6, 10-нан 6, ол бізде 5-ке көбейтетін болсақ 3 шығады. Міне осылай келесіде 3,5 азайтылған 3,7 және де 3,5 қосылған 3,7 болып жазылады. Так, 3,5-тен 3,7 азайтсақ минус 0,2, ал қосатын болсақ ше 6 бүтін болады. Сонымен 7,2 болайын деп тұр ғой, қосатын болсақ. 72-ні 2-ке көбейтетін болсақ, 2 жердегі 2 4, 7 жердегі 14, 144, алдында минусы бар. Сонымен минус 1,144 болайын деп тұр. Енді келесі 5-ші тапсырма. Бұл жерде енді 6-тан 5 азайту 3-тен 2, сосын кейін 6-тан 5 қосу 3-тен 2. Так, енді ортақ бөлім беріп орындау керек, басқа амал жоқ. Яғни ортақ бөлім 6 болатын болса, 6-ны 6-ға бөлсек 1, 6-ны 3-ке бөлсек 2, сонымен 5-тен 4 азайтатын болсақ 1 болайын деп тұр. Көбейтілген 6. Так, тағы да мына жерде 1, мына жерде 2, 9 болайын деп тұр қосқан кезде. Сонда 6 мен 9-ды қысқартайық. 9-ды 3-ке бөлсе 3, 6-ны 3-ке бөлсе 2, 6-ны 2-ке көбейтсек 12. Так, бұл жерде мына 3 пен 6-ны тағы да қысқартсақ болады ғой. 3-ті 3-ке бөлсе 1, 6-ны 3-ке бөлсе 2, сәйкесінше 4-тен 1 қалайын деп тұр. Так, келесі 9-дан 7 азайтылған 6-тан 1 және 9-дан 7 қосылған 6-тан 1. 9 мен 6-ның ортақ бөлімі 18. 18-ді 9-ға бөлсек 2. Ал 18-ді 6-ға бөлсек 3. Сонда 7 жерде 2, 14. 14-тен 3-ті азайтатын болсақ 11. Көбейтілген тағы да 18 ортақ бөлімі. 18-ді 9-ға бөлсек 2, 6-ға бөлсек 3. Бұл жолы қосылады. 7 жерде 2, 14. 14-ке 3 қоссақ 17. Енді бұл жерде қысқаратын ештеңе жоқ, амал жоқ, бір-біріне көбейтуіміз керек болып тұр. Яғни 18 көбейтілген 18 324-ке тең. Ал 11-ді көбейтсек 17-ге 187-ге тең. Келесі 12-ден 5 азайтылған 4-тен 3, сосын кейін 12-ден 5 қосылған 4-тен 3.
12 мен 4-тің ортақ бөлімі 12 ден 12-ні 12-ге бөлсек 1, 12-ні 4-ге бөлсек 3. Так, бұл жерде 12-ні 4-ге бөлсек 3. 3 жерде 3-ім 9. 5-тен 9 айтсақ минус 4 шығайын деп тұр. Минус 4. Көбейтілген тағы да 12. Тұр жағында бірақ қосу қосында 5-тен 4-ті айтпаймыз енді. 5-ке 9 айтпай 5-ке 9 қосамыз. 14 болайын деп тұр. 14. Қысқаратынарды қысқартайық. 4 пен 12 1 мен 3-ке тең болады. Мына екеуін 2-ге бөлсек 7 мен 6 болады. Қалғандарын сонымен жазайық. Минус 18-ден 7. Так, 8-шіне келдік па? Тура солай. 10-нан 3 азайтылған 5-тен 4 және де 10-нан 3 қосылған 5-тен 4. Олай болатын болса, 10 мен 5-тің ортақ бөлімі 10 тағы да. 10-ды 10-ға бөлсең 1, 10-ды 5-ке бөлсең 2. 3 жердегі бөлім 3, 4 жердегі 8, 3-тен 8 айтсақ минус 5 болайын деп тұр. 3-тен 8 айтты, және 3-тен 8 қосамыз енді. 3-ке 8 қоссақ 11. Бұл жердегі мына екеуін 5-ке бөлек 1 және де 2 қалайын деп тұр. Сәйкесінше минус 20-дан 11. Келесі. 15-тен 8 азайту 5-тен 4. Сосын кейін 15-тен 8 қосу 5-тен 4. Ортақ бөлімі 15-тің өзі. 15-ті 15-ке бөлсе 1, 15-ті 5-ке бөлетін болса 3, 4 жердегі 3-ім 12. 8-ден 12-ні азайтсақ минус 4 болайын деп тұр. Ал енді мына жерде 8-ге 4-ті, так, 8-ге 12-ні қоссақ 20 болайын деп тұр бұл жерде. 20. Иә. Енді қысқартуды орындайық. 5-ке бөлсек 4. 5-ке бөлсек 3, сонымен басқа ештеңе қысқармайды. Сондықтан біз минус 45-тен 16 деген жауапты аламыз. Иә? Так, мына енді 10-шы есепте аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырайық. Жалпы негізі берілгеніне қарайтын болсам, 10-шы есепте бір нәрсе қате кетіп қалуы мүмкін. Или мүмкін осылай әдейі құрастырылған шығар, байқасаңыздар. 2,7-тен 1-дің квадратынан 2,7-тен 1-дің квадратын, яғни бірдей сан. Енді бірдей сан азайтқаннан кейін 0 шығады ғой. Сондықтан бұл жерде жауабына 0 деп қалдырып кетсек болады. Енді мына жерде 11-ші есепте айналдырайық. Яғни 3-тен 9 10, яғни 3-тен 10 азайтылған 2-ден 9 көбейтілген 3-тен 10 қосылған 2-ден 9 деп. Ортақ бөлімі 6. Так, 6-ны 3-ке бөлсек 2, 6-ны 2-ке бөлетін болсақ 3. Мынау 20, анау 27. Минус 7 шығайын деп тұр. Мына жерде енді 20-ға 27-ні бұл жерде қосамыз, 47 шығайын деп тұр. 47. Так, енді болды, ештеңе қысқармайды. Сол күйінше қалады минус 6 жердегі 6 36, 7-ні бізге көбейту керек 47-ге. 329. Менде сыймай қалды, осы күйінше қалдыра берейік. Так, келесі кезекте 6-тан 31 азайтылған 3-тен 22. Сосын 6-тан 31 қосылған 3-тен 22. Енді 6 мен 3-тің ортақ бөлімі 6. 6-ны 6-ға бөлсек 1, 6-ны 3-ке бөлсек 2. Сосын 44-тен 31-ді азайтуымыз керек болады. 13 болайын деп тұрдым, минус 13 деп қойық. Так, минус 13. Енді қосамыз енді. Бұл жолы 44-ке 31-ді қосамыз, болады 75. 75. Так, 75 пен 6-ны. 75 өзі 6-ға бөлінемеген. Бөлінбейді, 75 бірақ есесіне 3-ке бөлінеді. 25, соны 75 3-ке бөлсек 25. 6-ны 3-ке бөлсек 2, сонда минус 6 жердегі 2 12,
мына 25-ті көбейту керек болады 13-ке. 325. Так, соңғыларына жақындап қалдық дейін десем 18 есебеген әлі біраз бар. Дәл қазір видеоны көріп отырған болсаңыздар, мен қарап отырмын деп жазсаңыздар күшті болушы еді, өйткені ұзақ видео болайын отыр. Так, келесі 13-ші. 51 азайту 41. 51 қосылған 41. 51-ден 41-ді азайтатын болсаңыздар 10 болады. Ал 51-ге 41-ді қоссақ 92 болайын деп тұрсында 920 дей саламыз. 54 азайтылған 46 және де 54 қосылған 46. 54-тен 46-ны азайтсақ бізде болайын деп тұр 8. Ал 54-ге 46-ны қоссақ болайын деп тұр 100. Сонда жауабына 800. Келесі 76. 76. Так, өшіргіштіріп қалды. 76 азайтылған 24. 76 қосылған 24. 76-тан 24-ті азайтатын болсақ 52. Ал 80-90 яқты 100 бойынып тұр. Сонда 5200 дей салады екенбіз. 328 азайтылған 172. 328 қосылған 172. 328-ден 172-ні азайтсақ 156. 328-ге 172-ні қоссақ 500. 500-ге 156-ны көбейтсек 78 мың. Жауабына 78 мың. Так, соңғыларына қалдық. 3,3-тен 2, 2,3-тен 1 дейді. Жарайды, осы аралас сан түрінде тұра берсін бұл. 3,3-тен 2 азайтылған 2,3-тен 1. Сосын 3,3-тен 2 қосылған 2,3-тен 1. 3-тен 2-ні азайтатын болсақ 1 болады. 1,3-тен 1 қалады. Мына жерде мына бөлімдерінде 1-дей болғандықтан мына 2-ден 1-ді азайтып 1 деп жазып қоя салдым. Түсініп тұрсыздар ма? Қосуды орындайтын болсақ 3-ке 2-ні қоссақ 5, ана бөлшек бөлігін қоссақ 3-тен 3 болып 1 болып қалды. Сонда 6 бойын деп тұр ғой. Сонда 3-тен 4 көбейтілген 6 8 шығайын деп тұр. Так, келесі соңғысын тура солай аралассам күйінше жаза бер. 7,9-дан 5 азайтылған 4,9-дан 4. 7,9-дан 5 қосылған 4,9-дан 4. Орын бар. 7-тен 4 азайтатын болсақ 3 болады. 3,9-дан 1 болайын деп тұр. Көбейтілген. 7-ге 4-ті қоссақ 11. Я, 7-ге 4-ті қоссақ 11. Тағы да бөлшек бөлігін 12 болайын деп тұр. 12. Сонда 9, 3, 27, 28 көбейтілген 12. 12-ні қысқартайық. 9-ы 3-ке бөлейік. 3-ке 3-ке бөлсек. 3-ке бөлсең 4. Сонда 3-тен 28-ді көбейтетін болсақ 4-ке 112. Енді аралассаң соңғысын жарайды айналдыра салайық. 112-ні 3-ке бөлсек 37 бүтін дейді. 37-ні көбейтсек 3-ке 111, сонымен 1 бүтін қалады. Мінеки сонда соңғысының жауабы осы 37 бүтін 3-тен 1. Мыняқта 8, мыняқта 78 мың, 5200, 800, 920, минус 12-ден 325, минус 36-тан. Мыняқта 0. Барлығының шешімі сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Мен әзірге жасылға бояйым дегенше жауаптарын сіздер комментарий қалдырып, каналға жазылып, осы видеоны достарыңа жіберіп қойыңыздар. Олар да лайк басып, комментарий қалдырса, мен осылай видеолар шығарып жалғастыра беретін боламын. Сіздермен болған Заңғарағай, келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеода 7-ші сынып алгебра мектеп баспасы 31-де 6-шы есептің шығару жолын көрсетіп жіберейін. Лайк басып, каналға жазылып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар осы есепті.
Бұл жерде қалай болайын деп тұр? Бұл жерде жаңағы формуланы қолдануымыз керек. Яғни а минус б а плюс б дегеніміз ол бізде а-ның квадраты минус б-ның квадратын береді деген формуланы қолдануымыз керек. Оны қалай істейміз? 101 дегенді балалар әрине 100 қосылған 1 деп, ал 99-ды 100 азайтылған 1 деп алатын болсақ, міне формулаға келді. 100-дің квадраты минус 1-дің квадраты. 100-дің квадраты дегенде тағы да 1 0 азайтылған 1. Енді сонда біз 10 мыңнан 1-ді азайтамыз. 10 мыңнан 1-ді азайтатын болсақ, 9999. Міне осылай есептеген оңай емес пе, балалар? Формула аяқта 101-ді 99-ға көбейткенше. Тексеретін болсақ, 9999. Тура солай. Так, енді 102 мен 98-ді қалай жұмыс істесек болады? Тағы да сол, 102 деген 100 қосылған 2, 99 деген ол 98-ден 100 азайтылған 2. Сонда 100-дің квадраты азайтылған 2-ның квадраты. Мына жерде неужели менде сыймай қалып жатыр? Балалар, неужели менде сыймай қалып жатыр? Сондықтан мына үшіншісін жаймен әкетіп қалайын. Аста қарай. Ананы жазу үшін. Сонда тең болады. 100-дің квадраты тағы да 10 мың. 10 мыңнан маған 4-ті азайту керек болып тұр. Сонда 9996 болайын деп тұр. Иә? Тура солай орындай береміз. Енді келесі 197. Сонда 100 қосылған 3 дейміз. 97-ге 100 азайтылған 3 дейміз. Сонда 10 мың азайтылған 9. Сонда 9991 болайын деп тұр. Иә? 104 дегеніміз 100 қосылған 4. 96 дегеніміз 100 азайтылған 4. Сонда 10 мыңнан 16-ны азайтуымыз керек болады ғой. 10 мыңнан 16-ны азайтсақ, 9984. 105 тағы да бәрі бірдей екен болар. 105 деген 100 қосылған 5, ал 95 деген 100 азайтылған 5. Маған қазір 10 мыңнан 25-ті азайту керек болады. 10 мың азайтылған 25 болады бізде 9975. Так, 106-94. Бәрі бір келке есептелген. 106 дегеніміз 100 қосылған 6, 94 деген 100 азайтылған 6. Сонда 10 мыңнан 36-ны азайту керек болады. 10 мың азайту 36, бізде 9964. Мінеге балалар осылай орындалатын тапсырма. Мына жерде түсіндіретін болсам, 103-тің орнына біз жаздық 100 қосылған 3-ті, ал 97-нің орнына жасылмен көрсетіп, 97-нің орнына біз 100 азайту 3-ті жаздық. Міне парный. 96-ның орнына 100 азайту 4-ті жаздық. Ал 104-тің орнына 100 қосылған 4-ті жаздық. Міне 105-тің орнына 100 қосу 5 жаздық. 106-ның орнына 100 қосу 6 жаздық. 95-тің орнына 100 азайту 5 жаздық. 94-тің орнына 100 азайту 6 жаздық. Міне осылай түрлендірдік. Жоғары жағында енді кішкене кеңірек қылып жазған болатынмын. Міне 102-нің орнына 100 қосу 2-ні қолдандық. 99-дың орнына 100 азайту 1-ді қолдандық. 98-дің орнына 100 азайту 2-ні қолдандық. Осылайша бірінші, екінші тапсырмада мен формуланы қолданғандығымды көрсеттім. Потом бірденнен 3, 4, 5, 6-ты жаздым. Түсінікті болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер. Келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 7-ші сынып алгебра мектеп баспасы 31-де 7-ші есептің шығару жолын көрсететін боламын. Бұл өрнекті ықшамдауымыз керек. Екі өрнектің квадраттарын айырмасы формуласын қолданып. Қайта-қайта жаза беретін болдым, бірақ ең алғашқы видеоны көріп отырғандар болса, әрине жазып қоя салайын. Яғни бізде а минус б көбейтілген а плюс
b дегеніміз ол a-ның квадраты минус b-ның квадраты дегенді білдіреді балалар. Соны қазір қолданамыз. Енді бірінші есепке қараңыздар. Бірінші есепте көріп тұрғандарыңыздай 5 минус b, потом 5 плюс b бұл мына формулаға кеп тұр. Соны қолданып жазамыз. Яғни 5-ның квадраты минус b-ның квадраты. 5-ның квадратын 1-ден 25 деп жазайын. 25 минус b-ның квадраты. Сыртында тағы да минус b квадратты көріп тұрсыздар ма? Соны жазамыз. Сонда осы екі ұқсас мүше, яғни минус b мен минус b, минус 2b-ны береді. Яғни 25 азайтылған минус 2b-ның квадраты. Келесі есепте де тура солай шығарамыз. c-ның квадраты қосылған 9 минус c, 9 плюс c формула бойынша 81 азайтылған c-ның квадратын береді. Көріп тұрғандарыңыздай плюс c квадрат пен минус c квадрат екеуі жойылады. Сонымен бізде қалады тең 81. Түсінікті ме балалар? Келесі есеп тура сондай. 3-тен 1 минус z, 3-тен 1 плюс z формула бойынша келіп тұр. Яғни 9-дан 1 минус z-тің квадраты болады. 3-тен 1-ді квадратты 1-ден жаздым. Сыртында минус 9-дан 1 тағы да тұр. Бұл жерде де плюс 9-дан 1 мен минус 9-дан 1 екеуі жойылады дағы. Қалады минус z-тің квадраты. Келесі кезекте минус 49-дан 16-ны жазып қоямыз. Мына формуланы қолданамыз. Бұл жерде айта кететін жайт. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде 7-тен 4 минус d, ал мына жерде d плюс 7-тен 4. Яғни біз қосылғыштардың орнына ауысқанның мәні өзгермейді. Яғни біз минусқа қараймыз. Мына екен орнына ауысқанның бәрі мәні өзгермейді ғой. Яғни d плюс 7-тен 4 дегеніне 7-тен 4 плюс d дегеніне айырмашылығы жоқ. Сондықтан біз мына минусқа қарап жазамыз. Яғни қазір формуланы жазған кезде 7-тен 4-тің квадраты, яғни 49-дан 16 минус d-ның квадраты деп жазамыз. Сонда минус 49-дан 16 плюс 49-дан 16 қысқарады дағына минус d-ның квадраты. Түсіндірікті болды деген ойдамын. Мына жерде бір айта кететін жайт бар балалар. Мынаны өрнекті формулаға айналдырып былай жаза салдым мінекей. Осылай жаза салдым, я. Мына алдындағы таңба рөл ойнайды. Мына жерде мына тұрған таңба плюс болып тұр ғой. Сондықтан плюс болғандықтан без проблем формуланы жаза салдым. Ал егерде мына жерде минус болған кезде маған мына жерде жақшамен жазуға тура келетін еді. Соны ұмытпаңыздар. Келесі кезекте мына жерде де сондай 0,19 минус а, мына 0,19 плюс а деп есептейміз дағына 0,81 азайтылған а-ның квадраты деп жазамыз. Минус а, жақшаны ашқан кезде минус а-ның квадраты. Сонда минус а квадрат пен минус а квадрат жойылмайды. Мен қысқартуға дайын тұрсам, бұл екеуі жойылмайды. Бұл екеуі жойылмайды. Керісінше ұқсас мүшелермен бірге қосылып кетеді. Мына соңғы есебімізді төмен қарай түсірейік. Сонда тең болады 0,81 минус 2 а-ның квадраты минус а деп жазып қоя салайық. Немесе минус 2 а-ның квадраты минус а плюс 0,81. Стандарт түрде. Енді барып біз 6-шы есепті шығаруға көшейік. Бұл жерде не болып жатыр? Бірінші жақша ашу керек. 5k болады, минус k-ның квадраты болады. Тағы да бізге ыңғайлы плюс таңбасы тұр балалар. Сондықтан без проблем мынаны жақшасыз формуланы қолданып жаза береміз. Сонда минусына қараймыз ғой, k бірінші тұрса, онда соны жазамыз. Яғни k-ның квадраты минус 1,2-ның квадратын жазу керек. Ол бізде 1,44 болады. Бір қызығы, бұл жерде бізде минус k квадрат пен плюс k квадрат қысқарып, жай ғана 5k минус 1,44 қалады. Мінекейіңіздер. Бізде 31-ші, 7-ші есеп осылай орындалады. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеода 31-де 8-ші есептің шығару жолын көрсететін боламын. Бұл жерде мынандай өрнектер берілген. Бірінші өрнектерді ықшамдап алып, сосын мына берілген мәндерін
сол өрнекке апарып қоямыз, яғни d тең 0,5 деп тұрса, соны апарып қойып қою керек. Так, енді бастай олай болатын болса, бірінші мына 7 плюс d минус 7 біз осы жерде формуланы қолданамыз, яғни d-ның квадраты минус 49 болады, келесі d плюс 3 минус d деген минусына қарап жазамыз балалар. 3 бірінші тұрса, онда қосылған 3-тің квадраты 9 минус d-ның квадраты деп формуланы қолданып жаздық. Не формула деп атсаңыздар, ол бізде a минус b, a плюс b дегеніміз a-ның квадраты минус b-ның квадратын береді деген екі өрнектің квадраттарының айырмасы формуласы. Келесіде мына 40-ты жақшаның ішіне бір жеке-жеке көбейтіп осылай жазамыз. 40d қосылған 40. Сонда d квадрат пен минус d квадрат жойылады. Сосын кейін ұқсас мүшелерді біріктіру қалады. 40d-ның өзін жазып қоямыз. 40d. И мына жерде біз минус 49 көріп тұрмыз, және 9 көріп тұрмыз. Минус 49-ға 9-ды қосса, балалар минус 40 болады. Мына екеуінің жауабы минус 40 екен. Сонда сол минус 40 пен балалар, минус 40 пен плюс 40 жойылады ғой. Мінекей, сонда жауабы тек қана 40-ды. Түсіндіре алдым ба? Ой, мен келесі есепке өтіп бара жатырмын. Біз енді жол мәнін қою керекпіз ғой. d-ның орнына көкпен жаза салайын. 40 көбейтіле, енді d-ның орнына 0,5 қоямыз. 40-қа 0,5-ті көбейтсе, балалар 20 болады. Енді міне жауабы 20. Мына өрнектің мәні. Келесі кезекте екінші есеп. Тағы да формулаларды қолданып жазайық. Жақшаны ашатын болсақ, 2x-тің квадраты минус x. Енді жаңадан бері айтып келатқан, жаңадан бері болғанда, алдыңғы видеолардан бері айтып келатқан, мына жерде бізде минус таңбасы пайда болды. Бұл апасының минус таңбасы болатын болса, біз минус деп жазып, жақша ашып, мына ішіндегі әдемілеп формуласын ішіне жазып қоймыз. Яғни x минус 6, x плюс 6 дегеніміз x-тің квадраты минус 36-ны береді ғой, мен соны жазып аламыз. Ал мына жерде плюс таңбасы болып тұр. Мынаны формулаға спокойно жақшасыз ақ жаза береміз, яғни плюс дейміз да. Минусына қараймыз байлар. 10 минус x деп тұрса, 100 азайтылған x-тің квадраты деп. Енді жақшаларды ашуды орындаймыз. 2x-тің квадраты минус x-тің квадраты плюс 36 қосылған 100 минус x-тің квадраты. Бұл жерде мына минус x-тің квадраты мен минус x-тің квадраты ол минус 2x-тің квадратын берді ғой. Сол мына плюс 2x-тің квадратымен жойылады. Сонда келесі кезекте мына 36 мен 100 екеуін қоссақ 136 болайын деп тұр. Екеуін қоссақ просто 136. И ана минус x болды. Так, енді барып мәнін қоямыз. X-тің орнына мәнін қоямыз, яғни 136 азайтылған x-тің орнына минус 101-ді қойын деп атырмыз. Минус 101 жақшамен жазамыз балалар. Ал 2 минус плюсті беретін білесіздер. Плюс 101. Сонда 136-ға 100-ді қоссақ. 236, сонымен 237 болайын деп тұр. Мінекей балалар екінші есебіміз. Келесі кезекте үшінші есеп қиындау болып көрініп тұр, бірақ не болады екен орындап көрейік. Жақшаны ашуды орындаймыз. 1,2b қосылған 1,2-ге 1,2-ні көбейтсек 1,144. Мынау бізде енді формула. Көрдіңіздер ме, жақшаның алдында плюс тұрғандықтан мен без проблем жақшасыз плюс деп формулаға айналдырып жазып кете беремін. 0,125 азайтылған b-ның квадраты. Тағы да деп қойым. Бізде енді минус таңба ғой, минус болғандықтан амал жоқ, жақша жазамын жақшаның ішінде. Біз сосын минусқа қараймыз. 1,3 бірінші жазылып тұрса, соның квадратын жазамыз. 1,169 минус b-ның квадраты. Жақшаны ашуды орындайық. 1,2b. Мына екі санды бір-біріне қосылайық. 1,149-ды қосамыз. 149 емес, 144. Так, 1,144 қосылған 0,125. 1,169 дейді. Бір қызыл болып кетті ғой. 1,169.
И минус b-ның квадраты минус 1,169 қосу b-ның квадраты. Бұл жерде минус b квадрат пен плюс b квадрат жойылады. Қалады 1,2b и ана екеуді жойылады деген ғой. 1,169 мен минус 1,169 екеуі. Тек 1,2b. Енді мәнін қою қалды. 1,2b дегенде 1,2-ні 12 бөлу 10 деп жазып қойын жалы. Ал бұның орнынан минус 6-тан 5 жазайын деп жатырмын. Сонда 12-ні 6-ға бөлсек 2, 5-ті 10-ді 5-ке бөлсек 2, 2 мен 2 қысқарады да минус 1 деген жауап қалды. Минус 1. Мінекей балалар, немесе көрермендер, 131-де 8-ші есептің шығару жолын көрсетсем түсінікті болды деген ойдамын. Формуланы қолдану арқылы шығардық. Сіздермен болған Заңғар ағай. Видеоны достарыңызға жіберіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.